Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Бүгін мен Stockfish'тің ең соңғы уровеньмен ойнаймын. Бір ладья бір слонды алып тастағанда сәл қиынырақ болады әрине. Соны қалай жылдам ұтуға болады? Өз ойыммен бөлсем, ендеше кеттік, бастайық. Е4 ойнаймын, бүкіл алтын ережелерді сақтаймын. Е6 дейді, Е6. Так, мүмкіндік берген кезде центрді алып аламыз. Негізі эпицентрге таласу керек әрқашан. Так, мынаны жеймін дейді. Так, сицилианский защита, бірақ одан бір ладья бір слон жоқ, сондықтан мен смело сол основной вариантқа барамын. Көрейік не болатын. Так, пешкіні жеймін дейді. Так, давайте оны слонмен қорғайық. Атпен қорғағым келмеді, себебі связка болатын еді. Сондықтан мен осы вариантқа бардым. Так, атпен қашам, слон на нападение. Так, рокировка жасаймыз. Так, біз енді ұтып жатырық. Қазір ұтып жатқан кезде слонды смело айырбасқа қоюға болады. Так, солай жасайық. Айырбасқа қоямыз. Так, ферзь шығады, біз қорғаймыз. Так, дұрыс, ферзь қорғаймыз. Мен енді неге оны қаяқтан біліп отыр десеңіздер, мен енді компьютердің соңғы уровені болғаннан кейін, бұның уровені өте мықты. Сондықтан ең мықты ходтарды жасайды. Мен барымша оның ойын оқуға тырысамын. Так, не істейміз? Енді ат шығарайық. Қазір А4 ойнау мүмкін. Так, А6 ойнады. Енді ұтылып жатқан әнге қорқып жатыр, әрине агрессивно ойнай алмайды. Так, форточка жасайық, давайте. Қазір корольді алып кетеміз. Так. Давай, корольді алып кетейік, чтобы мына пешке бізде әрқашан бос болып тұрсын. Так, атпен қайда келе жатыр деген сұрақ туындайды. Атпен мында келе жатыр. Біз одан қорқамыз ба деген сұрақ туындайды. Қорықпаймыз еш нәрседен. Ладья F4 ойнаймыз. Коне беске екінші ладьяны алып келеміз. Так, мына жақтан размен жасайық дейді маған айтады. Ну, размен жасасаң өзің жасай бер, мен ладьяны алып келемін. Қайсысын жесең өзің біл, маған бәрібір. Так, өте мықты ойнауда компьютер. Өте мықты ойнауда әзірге. Так, не істейміз бұл жерде? Пландар бар, жоспарлар. Аттарды қалай керемет қояды, Так, айырбастап жібереміз. Давайте айырбастап жіберейік, потом Б3 ойнаймыз. Так, и Б3 ойнаймыз. Қазір ферзь А4 ойнайды, двойной удар жасайды. Көре жатармыз. Ферзь А1 жоқ, олай ойнамады. Так, менің ладьямды скрытый байлады. Қазір G5 ойнаса, мен где-то мат 2 хода да алу мүмкінмін, мат 3 хода. Ладьямен қашқаннан кейін. Сондықтан бұл жерде маған срочно корольді алып кету керек. Потому что мынаны жүргеннен кейін мен ладьямды беруге тура келетін еді. Мен оның мысли оқыдым. Так, давайте бұзайық қапталдан. Енді бұлай ойнау керек міндетті түрде. Так, С4. Ох. Күтпеген жерден қараңыздар қалай, керемет. Мен даже ойламаппын бұл ходты. Мынандай оборона тұрған кезде жасай алмайды деп көрдіңіздер, қалай жасайды. Так, енді не істейміз бұл жерде сұрақ? Мынаны жесем, мынаны жейді қазір. Тағы бір фигура атылам ба? Жарайды, жейік, енді амал жоқ, жеуге тура келеді. Слонды берейік. Пешкімен алады. Жарайды, атпен қашайық артқа қарай. Так. Жаймен бір фигурасын қайтарып алды, көріп отырсыздар, двойной удар жасап жатыр. Бізге бір нәрсе қорғау керек, бұлай қорғаймыз ба, или бұлай, или на пешкінен бере саламыз ба? Ну, давайте атпен шығайық. Меніңше мынаны бере салған дұрыс сияқты, мен мынаны алып алам. Так, енді алу керек, амал жоқ, ол мынаны алады. И бір размен жасаймыз. Так, көрдіңіздер, қалай қулық. Пигі тұрған пешкіні алмайды, разменнен қашып жатыр. H5 ойнап жатыр. Максималды мықты ойнауда. Так, үйге қайтайық. Атака жасайық. G5, так, пешкіні кеттік алдыға қарай. А6 ойнаймыз қазір. Так, А6 ойнаймыз. Так, ферзьмен барсам, ладья 1. Так, артынан нападение. Так, не істейміз? Бізге қалайда размен жасаудың жолын іздеу керек. Так, ладья Т1 ойнайық, конь Д3 ойнау үшін. Амалым жоқ, көріп отырсыздар. Так, ферзь размен. Керемет. Так, конь D3. Связка.
инан жейміз. Біз барамыз, енді амал жоқ, сол вариантқа барамыз. Ең бастысы енді жеңілденді, бізге осы керек еді. Енді реализация на грани фантастика болатын сияқты. Бұл жерде енді қалай да ұтамыз. Ладья F3, бірінші содан бастайық. Мынаны әрқашан асықпай алып ала аламыз. Так. Вот хулық, мынаны алсам, мынаны алам дейді. Ладья G3, конь F3. Ну ладно, алайық, амал жоқ, алу керек. Болмайды алмасқа. Алмасқа болмайды. Так, ладья G3. Мынаны барынша қорғаймыз енді. Так. H4 зафиксировать етеміз. Қазір конь F4, мынаны ұтып алуға тырысамыз. Дәл солай жасаймыз. Ладья A4-ге ладья G4 ойнаймыз. G5, то есть. Так. Ай-яй-яй, бір нәрсені табатты отырады. Компьютер, есть компьютер. Так, ладья G3, қайтадан ладья H5. Неужели мен ұта алмайым? Королім жағында ұта алмайым. Так, қызық болсын, барайық. Біз осы вариантқа барайық. Корольді отрезать етеміз. Так, давайте шах берейік. Мына пешкісін бір нәрсе тоқтатармыз. Короліміз бар. Так, ладьяны алысқа алып кетейік. Бізде де проходной бар. Так. Давайте атты активировать етейік. Кете алмайды ладья алысқа. Қазір 4 ходта бізге ферзь шығамыз. Так. Қазір бізге атымызға шабуыл жасаса пешкі ұтамыз. Кеттік, алдыға қарай шабамыз. Қазір бұлай ойнау керек. Срочно оған, өйткені 2 ходтан кейін ферзьге шығатын еді. Так, енді бұлай ойнасам жейді, бұлай ойнайым. Так, тұратыңыз, бұлай ойнайым, жейді, бұлай ойнайым. Шах береді, и нан тоқтата алады, тоқтата алмайды ғой. Қалай тоқтатады? Та тұрыңыз. Мен алдыға ойнайым, ол жейді. Мен алдыға ойнайым. Артынан шах береді, мен қаша салам. Ферзьге шыға алмайды екенмін ғой, Мына жерде тұрғаннан не пайда? Ферзьге ешқашан шыға алмайым, жеп қояды. Так, бұл болмайды екен, атты беруге, сондықтан аламыз, ортаны аламыз. Көрдіңіздер, пешкіні жертвой беріп, ойнауға болмайды, бәрі шахпен болып кетеді, сол себептен. Так, енді мына жерде алдыға пешкіні жүріп, мынаны шах беріп, корольді бұрышқа тақап қоямыз. Так, енді бұл патқа ойнау мүмкін, абайлау керек. Патқа ойнау мүмкін, максималды. Так, сондықтан пешкіні ни в коем случае қозғалтпаймыз. Король мына жерге тұрып болса, бұда бешеный ладья болуы мүмкін. Бешеный ладья дегеніміз тек шақылдата беру мүмкін, беріп, ладьяны әдейілеп пат қою үшін. Сондықтан бізге максималды мүмкіндік қалдырамыз. Так. Бұлай ойнасам шах береді. Давайте ладьяны әкеп қояйық, нараға артына тұрсын. Так. Так, енді атпен крик мына жақтан. Бізде шах бар, одан кейін атпен шах бар. Так, енді қалай болады екен? Шах, бұлай атпен шах. Мынаны жеп шах. Или сразу ойнасақ не болады? Мынаны жейін деп тұр екен. Ну, давайте шах берейік. Болмайды шах бермеске. Так, енді атпен шах беріп, мынаны алып алайық. Енді мына окончаниені ұтамыз деп ойлаймын, өйткені оп-оңай. Бұл жерде ұтпау мүмкін емес. Так, корольді активизировать етейік. Пешкіні қозғаймыз жаймен, ладья бәрі бір-бірін қорғап тұр. Қорқатын түгі де жоқ. Пешкі кеттік алдыға қарай. Так. Жарайды, ладьяны алысқа алып кетейік. Так, корольді активизировать етеміз. Так. Корольді жақындатып алайық. Енді пешкін жай қозғай береміз. Так, енді артынан шах береміз маған. Жарайды, берсе берсін. Так, онда корольді. Так, корольді қалай қоямыз? Бұлай қояйық, давайте, қызық болсын. Пешкіні қазір тағы бір жылыстамыз алдыға қарай. Так, енді ойлану керек, қандай структура бар бізде. Пешкіні алдыға ойнауға болмайды, әзірге атты бір нәрсе мына жерге алып келу керек. Бізге шах бере береді, тоқтамай. Бізге шах бере береді, тоқтамай. Бізге қалай шах бере береді, ол тоқтамай. Так, қазір атпен жабамыз ғана жерде. Так, атпен жапты.
Өте қулық ойнауда. Ана жақтан бір матовый атака жасайын ба десем, қараңыздар қалай ойнайды. Так, пешкіні алдыға жүріп қойсам тоже болмайды. Мынаяқтан жүрсем, мынаяқтан шақ береді. Так, давайте бір ладьямен бір ход жасайық. Мынандай ходқа менде мынандай ход бар. Так, корольін вынуждать еттік мына жаққа. Вот интересно. Вот интересно. Енді бізге не істеуге болады? Так, шах, 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 король активность, шах, король активность болмайды. Так, оңай емес. Мына жерде қандай идея бар? Комментке жазып отырыңыздар. Так, бір нәрсе ұту керек. Оны қалай ұтамыз? Сол қызық болып тұр. Так, корольде енді басқаша бір маневр жасау керек. Атымызды мына жерге қойып үйрендік. Енді мына жерге қалай қоямыз атты? Так, мына жаққа жүрсем қайтадан шах береді. А, подожди. Вот тұсқо мынау. Шах. Ох, корольмен бұлай жүретін ход бар екен ғой. Әттең. Онда мен бұлай ойлағанмын ғой, мына жаққа қарай жүрем деп. Так, ойлану керек. Что-то құртқан сияқтымын. Так, ферзь көмектеспейді. Қазір мынаны жей алмайды. Ода ход. Кстати, ходта жоқ қой ода, я просто жүріп көрейік. Ендіріс ходта жоқ. Так, енді босат алам. Так, енді босат алам мына жаққа шаққа. Во, енді міне кажется келген сияқты. Шах и ферзь. Так, енді бұны спокойно ұтамыз. Так, жарайды, мына жерде кесіп тастайық, атты бере саламыз, ат важный емес бізге. Так, максималды кесеміз. Так, шах беріп алайық. Так, атты алып кете салайық. Бұл ат кедергі жасап атқан сияқты. Керісінше бізге. Так, бір линияны алып алайық алдыға қарай. Корольмен жақындаймыз. Так, линияны алып алайық. Так, алдынан күтіп аламыз. Енді атты жақындап, король жақындата беріп, осылай керемет мат қоямыз. Так, осылай өте қиын ойын болды. Асықпай әлде де есептеуге болатын еді. Бірақ как минимум ничья қалтада болды, әрине. Бірақ соңына дейін жеткізді. Көріп отқандарыңыздай, компьютер өте мықты қорғана білді. Соңына дейін. Ең бастысы ұнаса лайк басып, каналды қолдап кетулеріңізге болады. Ойларыңыз, сұрақтарыңыз болса комментке жазыңыздар. Келесі осындай қызықты сабақтарда кездескенше сау, саламатта болыңыздар.